Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге хэштег мен Габа. Бүгінгі видеомыз өте керемет болайын деп жатыр. Себебі бүкіл мектепті взломать етейін деп жатыр. Мынаны полностью. Қалай істейміз? Мына сотканы мен тығып Wi-Fi-ны таратып кететін боламын. И осы соткаға Wi-Fi-ға кірген адамның любой доступын, любой нәрсесін ала аламыз. Сондықтан каналға тіркеліп лайк басыңыз. Достар, менде мынандай программа бар. Бұл программаны қолдануға рұқсат бермеймін, себебі бұл программа өте қауіпті. Және де бұл программа менің Wi-Fi-ма кірген адамның полный доступын береді. Ол телефон болсын, компьютер болсын, ноутбук болсын, полный доступты береді. Және де маған бір адам кіріпті. Наконец-то бір адам кірді, және сол адамның қазір біз камерасын ашып не болып жатқанын көретін боламыз. Достар, осы жерде қарасам бір баланың телефоны ар жағында апай сабақ өтіп жатыр, және де менің көзім шалып қалды интерактивный тақта. Енді мен сол интерактивный тақтаны взломать ететін боламын. Қазір көресіздер. Бір-екі күннен соң мен әрине интерактивный тақтаны взломать еттім. Өзімнің экранымды сол жерге шығардым. Және де WhatsApp-тан таралған группалардан мен осы видеоны тауып алдым. Бір-екі бала өздері шок болған. Көріп не болып жатқанын түсінбеген, сондықтан қараңыздар. Не отыр? Екінші күні қарасам, көптеген соткілер, көптеген ноутбуктар менің Wi-Fi-ма кіріпті. Нерде уже 5 адам. Сондықтан тағы да бір-екі кадрлар бар. Көріп кетіңіздер. Осы жерде балдардың, оқушылардың бетін әдейі көрсетпедім, себебі олардың да өміріне қауіп тиюі мүмкін. Достар, монтаж біткен соң менде тағы да кадрлар келе бастады. Кадрларды түсіріп алдым. Если осының екінші бөлімі шықсын десеңіздер, достар, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар екінші бөлім деп. Және де достар, бір айтарым, ешкімге ешқашан өзіңіздің телефоныңызды бермеңіздер, және де ешқашан бесплатный тегін Wi-Fi-ларды қолданбаңыздар. Себебі бұзылмайтын интернет жоқ, бұзылмайтын телефон жоқ. Барлығын бұзып алуға болады. Сіздермен болған мен Габа. Сау болыңыздар. И давайте.